Жақсы әйел мына 5 нәрсені жасамайды. Бірінші, ызыңдамайды. Күйеуіне әрдайым жекіп, ұрсып, ызыңдай беретін әйелден еркек қашады. Үнемі құлақтың етін жей беретін әйелдер еркекті мезетеді. Сонда тіпті кейбір еркектер қатыгездік танытып, қол көтеруге дейін барады. Ара қатынастары суиды. Екінші, шағым жасамайды. Күйеуіне сен сондайсың деп мін тағып, күңірене беретін әйелдерден де ер адамның көңілі қалып, ей қойшы, саған ешқашан жақпайсың деп қолын бір-ақ сілтейді. Үшінші, өсек айтпайды. Әйел затының өзара оңаша қалғанда болған жағдайды бүге-шүгесіне дейін тәппіштеп отырып, өсек айтқанды ұнататыны бар. Жарыңызды өзгелерге жамандап, абырой таппайсыз. Мұны білген күйеуіңіздің сағы сынып, сізге деген сезімі салқындап кетуі мүмкін. Төртінші, құрметсіздік танытпайды. Ер адам ең алдымен әйелінің өзін сыйлағанын қалайды. Олардың түсінігінде сыйлайды, демек мені жақсы көреді деген қағида қалыптасқан. Сыйластық оның пікірін бағалау, ақылын тыңдау, сөйлеп жатқанда сөзін бөлмеу, маңызды шешім қабылдағанда еріңіздің пікірін бірінші орынға қою деген сөз. Бесінші, өзгелерді күйеуінен жоғары орынға қоймайды. Ер кісі отбасының басшысы, сондықтан әйел отағасы деген сөзді жадында мұқтап ұстауы тиіс. Әйелдің достарын, карьераны, туыстарын күйеуінен артық көруінен үйде түсініспеушілік, ұрыс керіс басталады. Кез келген ер адамға жылы жүзді, жайдары, мейірімді, қолы ашық, ерінің айтқанын тыңдай отырып, ақылшысы әрі сырласы бола білетін әйелдер ұнайтынын естен шығармаңыз. Жаман қатын белгісі өсек айтып жарысар, жазық жоқ адамның мінін іздеп жабысар. Жақсы әйел белгісі ермен тату болғаны, өсектен аулақ тек жүрсе, әйелдің осы оңғаны. Ер адамды қадірсіз ететін жағымсыз қасиеттер. Бірінші, уәдесінде тұрмау, берген сертін орындамау. Берген уәдесінен тайып, сөзінде тұрмау ер адамның ең жағымсыз қасиеті. Мұндай жағдай ерді сыйсыз әрі төмен етіп, құрметсіздікке тап қылады. Екінші, рухани жағынан бойын таза ұстамау. Адам болатын жігіт алдымен өз нәпсісін билейді. Көрсе қызарлықтан аулақ болады. Ойын рухын таза ұстап, еліне еңбек етуді, айналасына пайдасын тигізуді ойлайды. Үшінші, суық ақыл, өзіне айтылған жауапкершілікті сезіну. Бабаларымыз үшін сөзінде тұру деген нәрсе ең алғашқы орында тұрған қасиет. Олар уәдесінде тұрмаған адамды қатты сынға алып, бұл жағдайды өлімге теңеген. Соңғы кездері бабалар жолынан алшақтап, өз қолымен істеген ісіне өзі жауап беруден қашатын жігіттер көбеюде. Бұл қоғам үшінде, ата-ана үшінде қасіретті жағдай. Ерлеріміз батыр әрі уәдесіне берік болсын. Төртінші, досқа адал, өтірік пен өсектен аулақ жүру. Дінімізде өтірік айту ауыр күнә. Ал егер бұл қасиет төбемізге көтеріп жүрген ерлеріміздің бойында кездесіп жатса, тіптен ұсқынсыз көрінетін жатқылық. Бесінші, нан тапқыштық, еңбекқорлық, мақсат қоя білу. Дана халқымыз жаман болатын жігіт шегіншек келер, кедей болатын жігіт еріншек келер деген сөз айтып кеткен. Еңбекқор ойлы жігіт қашанда уақытын қадірлеп, оны пайдалы іске жұмсайды. Ал уақытын бағаламайтын жігіттің не мақсаты жоқ. Бір күні екінші күніндей өтіп, жастық шағын керексіз нәрсеге сарп етеді. Оның соңы өзі үшін орны толмас өкінішке алып келетінін білуі керек. Алтыншы, аз сөзділік. Мылжыңдықтан аулақ болыңыз. Ер азаматтың әрбір айтқан сөзі ісімен дәлелденген болуы керек. Көп сөйлеу адамды жексұрын етіп көрсететін жаман қасиет. Көп сөйлеп арық шығудың орнына аз сөйлеп семіз шығуды ойлаңыз. Көп сөйлейтін адамнан адамдар мезі болып, одан алшақтау жүруге тырысатынын да біле жүріңіз.
Осы жат қасиеттерден алыс жүретін азаматтар қашанда айналасына сыйлы әрі сүйкімді көрінеді. Біздің елдің жігіттері жігіттердің сұлтаны. Кешек өткен ақындар мен батырлардың ұрпағы. Олар жайлы білгің келсе, ортасына кіріп көр. Солар жүрген жолдарменен дәтің болса жүріп көр. Әйелді табағынан байқа, баланы талабынан байқа. Жақсы әйел теңі жоқ жолдас, түбі жоқ сырлас. Әйелді теппе аяқпен сағы сынар, баланы ұрма таяқпен бағы сынар. Үйдің ұлылығы ер, ұйытқысы әйел. Әйеліңмен дос бол, үйіңе береке кіреді. Білімдімен дос бол, сасқанда ақыл береді. Әйел асқақтаса жылайды, еркек асқақтаса құлайды. Еркектің жаманы қатынын жамандар, елдің жаманы батырын жамандар. Жақсы әйел жаман еркекті түзетеді, жаман әйел жақсы еркекті жүдетеді. Еркектер әйелдерге әдемі батыр жігіттер ұнайды деп ойлайды. Негізінде әйелдерге өзіне қамқор болатын жігіттер ұнайды. Әйелдер әр түрлі болады. Кейбірі жайған әйел, ал кейбірі ғажайып жаратылыс. Өзін сүйікті сезіну үшін әйелге әрдайым назар салу қажет. Егер әйелдің кемшіліктерін білгіңіз келсе, достарының көзінше мақтап көріңіз. Дүниедегі ең сүйкімді адам сұлу да парасатты әйел, ал дүниедегі ең қорқынышты адам ұятсыз әйел. Әйелдің естілігі жеңсе, сұлулығы да арта түседі. Әйелдің ақылы көркінде, еркектің көркі ақылында. Әйел біткеннің бәрі де өздерінен сұлуырақ көрінген әйелге жау келеді. Әйел барда ашық тұрар есігің, әйел барда тербет өліп бесігің. Әйел барда беделің де жоғары, әйел барда өшпес сенің есімің. Әйел барда белің бекем буылы, әйел барда мұрагерің туылы. Әйел барда қарныңда тоқ санаңда, әйел барда киіміңде жуылы. Әйел барда саулық табар сәлем бар, әйел барда дәстүр де бар кәдең бар. Әйел барда қонақта бар бәрі бар, әйел барда таңға жайып әлем бар. Құрметті оқырман, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Және де пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.